Кізе иремна сындыр бейінжам, парбозым аршук артынжам. Кірерге сығалы хынменжам, саға бос шұртас басыршам. Пушылырны Евлебек кебелісші Россияның саблық культуры тоғынжысы Моисей Романович Баянов шайып салған. Пүл күрген айының 17-ші күнінде аға 85 жас толыр жық. Моисей Романович Баянов Алтай аймандағы қызыл салды алды 1937 жылды түрен. Абызы тракторист болып істенген ежезі алхоне тоғыншыларына шиіс бұзыржың. Оларының олуг базы ынық себебері болған. Шейілбік адалықша амыр шүртасты сайбып, кішігі олығысты ерті өкіс арты салған. Менің сақсы қалғын қайдел қалғын жашыларында пісампу Ленин орымызынжы таяқтық жүржін қажын ол саразықты қалғын яныңары прай шүртізін сақсыға керзі шоқчырға керек Моисей Романович Баянов кішігді өкіс қалғын. Пабызы шаға бар ұсқын, жезі ерті өрен яныңары Моисей Романович Баянов үдек ол ша тұзындағы палыларының хакас, палы жақтарының қады үлісті үлескен шоқчырға керек. Яныңар ол национальный школада үйренген, национальный школаны тосқан ол. Базы шоқтырға керек Моисей Романович Баянов аны бұздың шүртіс жолынаңар ол маға істерге келіскен ол ұлғыларынаңар тұғазығылар болзая ұлғыларынаңар оға өкерсін шоқты жаңя қадеді шүртісқа құмзынғын қадеді ол құмзын фтан емес қадеді бүде Хадидан зынаңарыл пулғын неме діңершілі олыңай бөде шоқты жаңия. Аныңар емес ақшы Моисей Романович Баянов позының кебелістерінде ол кішігдегі сақсты қалғын пабызының шаға баршытқын, ол аны құжықты пөде үйір тастан аны кебелісі барынзыя. Пазы жезі үріп барғынды сол қысқыды үріп, аны сорының шиға паршытқандары сақсты қалғын Моисей Романович Баяновтың анзын ол позының кебелізінде басылған. Пазы ол шоқтан жезінің пабызының аға құмыртығыға жездің сарынары қалғыныр. Моисей Баянов Горькийның адының литература институтында үйгіріншіткінді бастағы кебеліс шындызын сығары пастан. Моисей Романович Баянов шаяши шуты зарызына 6 кебеліс шындызын сығарсаған. Оларының пірсі еңні пастағы шындызы стихтар адалшы. Ол сұған 1959 жылды. Бұл кебелістер өнінде комсомолының көстігілеріне шардылған. Аның хакас литературызына еткен олу қозымын сидік толдырызның палып аларға. Моисей Романович Баянов хакас шонның культурасында педалғымне алзы шоқтегерек ол ең таңмылы кізлерінің пірсі. Күздімге алзы ол литературада айғыз, шайып, салғын кебілістігі роман. Неметені шонға кебілістігі роман. Қайдың немедір ол? Қайдыда шон ол пауылшы, қайдыда кізі пауылшы кізінің тілінің синінің, кізінің ол шоқындайының қайдел. Емінді кізлер писателер, ученыйлар, піліңжілер қайдета тамасқышылар. Моисей Романович ол керекті итсылғын ең пүйсікінден жем. Күздімге алзы сүйістен айға шыққан кізлер көптір, істезіжілер көптір. Ше писателер парылар, журналистер парылар. Шепеди тілінің шая шөпүйізігін алзы кізі синінже, кізінің сағызы алғымне тоғынғын синінже алзы, кебілістігі роман ол қайдығыда тілді ең пүйсік син, аның пүйсік син немес шоғыл. Педи алзы алыптығын мықтыда алзы, вот көріңер, қайғытарчым алыптығын мықтыда алзы, ол кебілістігі романның синіне көмес шетпенже. Нуға анзы екінші ұсыру қайды өңделеріне, кебілістігі роман неметені, ол паршын прай кізінің сағызын тилчікін сенің прай күшче. Кебілістігі романға алыптығын мұқ кірше.
Уландар кірпіші. Кибельстік романның шардығы шелі бір көрімнік толдырыңдайлық шелі, ол тіл ұңдайлық шелі кірпіші. А кибельстік роман ол прай пузына, немені прай тартып олшы, прай немені тартып олшы. Янағар мәсе роман шолзарының ол аңдық илбі кізі, орыс шонын алзы, пасқыда шонын алзы, кедер культурының көздімге алзы, шонар адапшылар кемні? Дантын адапшылар, Алигьери, Данте, Гомерның пастапшылар, аның Вергилий адапшылар, Шекспир Англия шонын қиғазы, Наваялы Шеру, Уртназдағы шоны, Пушкин қайды дейпіс, Пушкинның мұнды көверегінді ұлыс шоны. И хакастерның пістің мұндағы регионды, ең пүс, конечно, Моисей Байынов. Анның артық кізі пістің шоғыл. Моисей Байыновтың кебілістері посоңдайлық. Тілі ар, ше анды тюрен черге қыныз, парсыз әлі білтірші. Моисей Романович Байыновтың бастағы шындыларының и халғынжа шындыларының шетірі көрізі піс көршепс қайди пик кибелсші сөзі үскінің. И қайди ол кибелстің тілін түтші хакас тілінің прай шындыларында пірсе-пірсенің сон жая. Аның ары тектің немес ол пісын кибеллігінің ең ұлғы жанрларын келт сылған. Аның кибелстер андық көп неместер, аның ұға көп поэмалар. Поэмада білкісіге кибелсшінің сағызын, хос сағызын, беде алғым көзідір ұңдайлары кибелсінің хренді көптір. Аның ары ол поэмалар көп асылған. Хакас поэзиясын, хакас кибелен Олзаринның пайытсылған. Пазы Моисей Романович Байынов ол кибелсіз романға шеткінінің көз тұтылған хакас тілінің пазылған тоқыстырының прай хосуңдайларын. Хакас тілінің прайда кибелсінің пасыл жатқан сарықтырыны шарт болыр оңды епар бол жатқан көз тұтылған. Аның ары мен сақшы Моисей Романович Байынов тектің немес 8-9 жылырды үгірітшілердің арасында сақстары фарғын болған и студенттердің, и піс студент болғанда саған жаңыз. Моисей Романович Байыновтың тілі ұғар, аны ұға ар сизінерге оңарырғы. Амен саған жын пісан өтірі қиқыр бол бүндірғапс, өтірі оңары бүндірғапс. Ескен жылар өтірі көріп, Моисей Романович Байыновты шер үстіндегі шәйіқ жыларының бір сенді тұрғызар оңдай бол келді. Аның тоқыстары алғым пазы ізістік. Мен аннағада таныс болдым, конечно, қажын мен Моисей Романовичқа келіп, шуқтышым, Моисей Романовичым, сілер қадетішім, ол редакцияда тұғынғыншым. Сілер же Ломоносов сүйінінді тұқысты сылғызар. А Ломоносов ол қайда кізі, ол орский білдірізін ұңдайлып сылғын кізі, орский білдірізін, ол қамдыр матылымы инемет сылғын. Моисей Романович, қайдан мен Ломоносов сүйінінді, асынында тұлып білгін. Уланы қадетегі, кізлерге шуқтып жүрі. Призарның кемге деймін сақчым естек болыш қажын, да кізі келіп, аға шуқтып ше, и иткен неміздің ұртылып шуқтып ше жүзі. Мече Моисей Романович ақадеслері ямпқа келгізірді. Ол ямпаның пизін жылы шиндызынды. Қайды ол келген, ол же үйнетін пүгін үлген неме, роман үйнетін пасе. Ал чамен түші қыршым кебелстерді қарқлы варшым, ануға қарқлы варшым, а Пушкинді қырзым қарыл бейін жымчы. И аның істеспес, ичпес, и пизін жылда шиндызынды күн сұрнақтары адылшы, 16 жылда бұғажан сықты шық. И аның ол силабеке кебелстер арызынды бір ямп кебелзі бар. И аны таңмалапшы якут істезір жазы Николай Николаевич Табуроков келіп, істескен Моисей Романовичтың пасқын үнетін приборларды алғын асылограф, сынықтегі ямп алы шоқпа. Аны ол пасе прай тұлдыры тоғызын аны пілер қақастың пішкінді мен мұнды ям қатю неме көршем. Аны Николай Николаевич Табуроков шоқтан якут істезі жана мен аны соның қиқшып өзімі сынып андық бөй шоқ қой. Яның істескім қақнялды тоғынғында пешіл аразында оңдай ұсбұрғын пілбілерға. Моисей Романович Байыновтың шайшы тоқыстары амда шетірі істезілгілік, базда шетірі палылғалық. Полыр бандығы істезігіші, қайзы, пістің сабылық кебіл істіші шайып саған сөз шиірінің танызып, істінің палып, піске шетір берер. Аның олғынымыз шамдығын біз сірерге қығыр берер біз. Изден әнші көк керек, мензер мені көрдің мі? Барша тоғының илбіңніп, таның шывам істің мі? Пішезің сен ол ерні, мұнды қызымның тұрға біз. Мені ұндыбы сөстерні, шарылызарда адабыз. Амды дызың оларық, пішеде амда келбейінше. Күнір ирчің та барық, амды шыл-шіле білдірше. Қары сұқ арық ернінің, айны хаманың оқсанча,
Истің ол, мұны көргеннің, ұлымтың қызым сақчы. Өрі менің сен ұрықсың, нанжың сақсыға кішебі. Алай мөт осқы сынақтарың, басқа ерінге көшебі. Алай сенде мен өкшілі, терің сақсыға кірдің ме? Қанат болып шүрен саби, ұшығып беріп келдің ме? Таныс теректің төзінді, беті сеннің ерші болшам. Күніліп көмес шүремді, ұлымтың саға қыны бұсшам.